Қайырлы күн достар. Бүгін бізде 2020 жылдың Hyundai Tucson автокөлігін электронды блок жүйесін оқытып жатырған сәт. Мына блоктан мына блокқа көшіріп жатырмыз. Проблемасы бұда драйвер дроссельный заслонки жасамай қалған. Сосын катализатор лямбда датчикке жауап беретін микросхема жасамай қалған. Оны Қытайдан алып жасаған болатынбыз, бірақ көлік жүрмейді. Сондықтан бұл блок алып көшіруге шештік. Көлік бізде SIM 2K241 деген электронды блок жүйе. Бұлар тек ашып клондайсың. Компьютерді салған болатынбыз. Қазір көлік нормально қызып тұр. Міне компьютер салған. Қазір твиттерден жинайтын боламыз. Осылай міне компьютерін оқытырдық. Сұрақ болып жатса, компьютер керек болып жатса, маған WhatsApp-ма шықсаңдар болады. Бұл жерге енді сөгіліп жатыр. Сөгілген себебі мына жерге иммобилайзерін салып бердік. Иммобилайзер оқытқан болатынбыз. Мына жерде иммобилайзер бар. Сол үшін ашқан болатынбыз. Қазір бұны жинаймыз. Осылай міне. Көлік қызып тұр, проблема жоқ. Хабарласыңдар.